Бала кезден үлкендерден тектілік туралы жиі естідік. Текті жерге бар, тектінің қызын ал. Себебі тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп. Тектілік атаның қанымен, ананың сүтімен бойыңа дарып, сүйекке біткен асыл қасиет. Кезінде Құнанбай мен Алшынбай уағдаласып Абайға ділдән айттырды. Неге? Себебі тегіне қарады. Тарихта бұндай мысалдар жетіп артылады. Яғни қазақ дәстүрі арзан сезімге бой алдырып шалыспасудан сақтаған. Дүниеге текті, ақыл-ой зерек, дені сау ұрпақ әкелуді мақсат етті. Себебі саналы, сапалы, салиқалы ұрпақ ұлт болашағы. Текті ұл мен текті қыздан елінің қамын ойлайтын отаншыл перзент шығады. Ерін сыйлайтын, пайым парасатымен бір әулетті ұршықша үйретін келін шығады. Бұл қызымның анасы, Алланың маған берген аманаты деп жарын сыйлайтын азамат шығады. Кез келген ата-ана үшін мынау тектінің тияғы ғой. Тәрбие көрген бала дегеннен артық бақыт жоқ. Һәм тексіз, жетесіз, жүгенсіз дегеннен артық қорлық жоқ. Сондықтан отбасын құруды ниет етіп жүрген жастар сезімнің ғана емес, жүрек пен сананың соңынан ерсе, ұлт болашағы кемел болар еді.